Келесі есебіміз сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтап, келесі үш мүшесін жазыңыздар дейді. Біріншісінде тізбекке байқасаңыздар, тұрақты 2-ден 1 саны қосылып отыр. Сонда бірінші мүшесіне 2-ден 1 санын қосатын болсақ, 1,2-ден 1 саны шығады. Оған 2-ден 1 санын қосатын болсақ, 2 саны шығады. Ал 2 санына 2-ден 1 санын қосатын болсақ, 2,2-ден 1 саны шығады. Енді біз келесі санын табу үшін осы санға 2-ден 1 санын қосамыз. Сонда нәтижесі шықты бізде 3. Енді 3-ке 2-ден 1-ді қосатын болсақ, 3,2-ден 1 саны шықты. Яғни бұл келесі мүшесі. Енді 3,2-ден 1-ге 2-ден 1 санын қосатын болсақ, нәтижесі 4-ке шықты. Ол келесі сонда 4 саны шығады екен. Келесі екінші есепке қарайық. Бізде екінші есептің тізбегінде тұрақты 2,1 саны азайтылған. Сонда 7,4-ден 1-ден азайтамыз. 4-ден 1 санын, оның нәтижесі 7-ге тең болады. Енді 7-ден азайтамыз 4-ден 1 санын, ол бізде 6,4-ден 3 саны шығады. Енді 6,4-ден 3-ден 2-ден 4-ден 1 санын азайтатын болсақ, 6,4-ден 2 саны шығады. Яғни келесі 3 мүшесін жаздық. Келесі үшінші есебімізге қараймыз. Тұрақты 2 саны көбейтіліп отыр. Үш мүшесін табу үшін соңғы санына 2 саны көбейтеміз. Сонда 11-ден 16 шықты. Бұл бізде енді бұрыс бөлшегі шықты. Араласаң айналдырып жазсақ та болады. Немесе тұрақты осылай жаза берсек болады. Енді оны 2-ге көбейтетін болсақ, 11-ден 32 шығады. 11-ден 32 санын 2-ге көбейтетін болсақ, 11-ден 64 саны шығады екен. Келесі оны дәлдеп үшінші есепте жазып қойдық. Келесі төртіншісіне қараймыз. Төртіншісінде келесі мүшесін табу үшін 2-ден 1 санына тұрақты көбейтіліп отыр. Енді 5-шіде емес. Сонда бірінші мүшесіне 2-ден 1 санын көбейткен, 17-ден 8 саны шықты. Дәл солай, енді 17-ден 2 санын 2-ден 1 санына көбейтетін болсақ, 17-ден 1 саны шыққан. 17-ден 1 санын 2-ден 1 санына көбейтетін болсақ, 34-ден 1 саны шыққан. Дәл солай 34-ден 1 санын 2-ден 1 санына көбейтетін болсақ, 68-ден 1 саны шығып, 3 мүшесін таптық. Енді келесі есебімізге қарайық. Сандар тізбегінің алдыңғы мүшесін жазыңыздар дейді. Алдыңғы мүшесін білу үшін ең соңғы мүшесі мен оған дейінгі бір мүшесін біз бөліп көрейік. Сонда екеуінің нәтижесі 2-ден 1 сан шығады. Яғни тұрақты 2-ден 1 санына бөлініп отыр екен. Сонда 8-ден 1 санын 2-ден 1 санына бөлетін болсақ, 4-ден 1-ге тең болады. Ал 4-ден 1 санын 2-ден 1 санына бөлетін болсақ, 2-ден 1 саны шықты. Келесі екінші есебіне қараймыз. Бұл жерде тұрақты 11-ден 1 саны азайтылып отыр. Яғни арасына 11-ден 1 саны азайтамыз деп жазып қойдық. Енді 11-ден 3 санынан 11-ден 1 саны азайтатын болсақ, 11-ден 2 саны шыққан. Дәл солай, енді 11-ден 2 санынан 11-ден 1 саны азайтатын болсақ, 11-ден 1 саны шығады. Сонда біз 2 санын таптық. Келесі үшіншісіне қарайық. Бұл жерде келесі мүшесін табу үшін ол тұрақты 2 саны бөлініп отқан. Сонда 29-дан 4-ті бөлеміз 2-ке, ол 29-дан 2 шыққан. 29-дан 2-ні бөлеміз 2-ке, ол 29-дан 1 саны шыққан екен. Келесі 4-ші есебіне қарайық. Бұл жерде тұрақты 2-ден 1 саны қосылып отыр. Сонда 7,2-ден 1-ге қосамыз 2-ден 1 саны, ол 8-ге тең болады. 8-ге 2-ден 1 саны қосатын болсақ, 8,2-ден 1-ге тең болады екен. Келесі есебіміз сандар тізбегінің ортадағы 2 мүшесін жазып, тізбекті толықтырыңыздар деген. Тізбекте байқасаңыздар, тұрақты 0,13 санына көбейіп отыр. Сонда 0,14-ке қосамыз 0,13-ті, оның нәтижесі 0,7 шыққан. Енді дәл солай 1-ге 0,13-ті қосатын болсақ, 1,13 шығады. Ал 1,13-ке 0,13 санын қосатын болсақ, 1,16 саны шығады. Сонда ортадағы 1,13 пен 1,16 сандарын таптық. Келесі тізбекке қараймыз.
Тізбектен байқасаңыздар, тұрақты 0,2 саны азайтылып отырған. Сонда 8,9-дан 0,2 саны азайтатын болсақ, 8,7 саны шықты. 8,7-тен азайтамыз 0,2-ні, ол бізде 8,5 саны шығады екен. Келесі үшінші есепке қараймыз. Үшінші есепті тұрақты 2 санына көбейіп отыр. Сонда 0,2-ні 2-ге көбейтетін болсақ, 0,124 саны шығады. 0,124 санын 2-ге көбейтетін болсақ, 0,148 саны шығады екен. Келесі төртінші есебімізге қараймыз. Ол бізде 2 санына бөлінген тізбек, яғни 2 есе кемітіліп отырған. Сонда 2,4-ті бөлеміз 2-ге, оның нәтижесінен болады бізде 1,2. 1,2-ні 2-ге бөлетін болсақ, 0,6 саны шығады екен. Келесі есебімізге қарайық. Сандар тізбегінің 6 мүшесін жазыңыздар. Оның бірінші мүшесі 4-тен 1-ге тең. Ал әрбір мүшесі алдыңғы мүшесін 2-ден 1-ге артық деді. Яғни тұрақты 2-ден 1 саны қосылып отыр дейді. Бірінші мүшесі белгілі, яғни 4-тен 1-ге қосамыз 2-ден 1-ді. Сонда нәтижесі 4-тен 3 саны шығады. Яғни екінші мүшесі 4-тен 3 саны шығады. Яғни осы 4-тен 3-ге 2-ден 1 саны қосатын болсақ, 1,4-тен 1 саны шығады. Яғни осы санға келесі санды табу үшін 2-ден 1 санын қосамыз. Сонда 1,4-тен 3 саны шығады екен. Яғни 1,4-тен 3 санына 2-ден 1 санын қосатын болсақ, 2,4-тен 1 саны шығады. Дәл солай 2,4-тен 1 санына 2-ден 1 санын табады. Қосатын болсақ, 2,4-тен 3 саны шығады. Енді келесі соңғы санын, яғни 6-шы мүшесін табу үшін 2-ден 1 санын қосайық, оның нәтижесі 3,4-тен 1 санына тең болады. Яғни тізбектің 6 мүшесін тапқан екенбіз. Келесі есебіміз сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтап, келесі 2 мүшесін жазыңыздар дейді. Бірінші есепте тізбек бойынша тұрақты 9-дан 1 саны қосылып отырған. Соңға 3,9-дан 1 санына 9-дан 1 санын қосатын болсақ, 3,9-дан 2 саны шығады. Енді келесі мүшесін табу үшін 3,9-дан 2 санына 9-дан 1 санын қосамыз, ол 3,3-тен 1 санына тең болады. Келесі екінші есебінде тұрақты 1,3-тен 1 саны қосылып отқан. Сонда 5,3-тен 1 санына 1,3-тен 1 санын қосатын болсақ, 6,3-тен 2 саны шыққан. 6,3-тен 2 санына 1,3-тен 1 санын қосатын болсақ, нәтижесі 8-ге тең болған екен. Үшінші есебімізге қарайық. Үшінші есебімізде тұрақты минус 43-тен 10 саны азайтылып отқан. Сонда 43-тен 10-нан азайтамыз 43-тен 10 санын, ол бізде 0-ге тең болады. Ал келесі мүшесін табу үшін ол санымыз теріс санға тең болады. Ал теріс санды сіздер өткен жоқсыздар. Сондықтан да бірақ мүшесін таптық. Келесі төртінші есебі 2-ге бөлеміз. Сонда 1,8-ден 1 санын 2-ге бөлетін болсақ, 16-тан 9 сан шығады. 16-тан 9 санын 2-ге бөлетін болсақ, 32-ден 9 санын шығады екен.